табатынымызды сурет қылып салайық. 1 бөлінген x-тің графигі қандай? 1 бөлінген x-тің графигі. Бірінші және үшінші ширектерден өтетін гипербола. Соны дейді 360 градусқа айналды дейді. Сол кезде бізде не тәрізді шығады? Кесе тәрізді шығады, айналдырсақ. Бұлай айналдырайықшы. Қанша кесе пайда бар бізде? 2 кесе пайда. Айналдырған кезде. Дұрыс па? Осы дененің көлемін табылдыру. Қандай аралықта, қай жерінің? 1 мен 3-тің. Мына жер 1 болсын, мына жер 2, 3 болсын. Міне. Мынандай нестандартный ыдыс болады ма? Соның көлемін тап дейді. Мына жақ қажет ме екен бізге? Жоқ, қажет жоқ. 1 мен 3 аралығында. Мына бір жағы тіке келетін, бір жағы қисық келетін кесе емес қой былайша айтқанда, нестандартный ыдыстың көлемін табылды. Мен көлемнің формуласын жаздым. Бірінші не істейміз? Пиді қоямыз, дұрыс айтады. Шегі неден неге дейін? 1-ден 3-ге дейін. Ал берілген функция не істеу керек? Квадраттау керек. Сразу айтамыз. 1 бөлінген x квадрат. Не болады? 2x. Ал ары қарай не болады, Алина? Алғашқы функциясын табамыз. Ал пи тұрады. Жақшаның ішінде 1 бөлінген x квадраттың алғашқы функциясы минус 1 бөлінген x, дұрыс па? Ол кестеде де бар. 1 мен 3-тің шегі. Енді 1-ді қоямыз. Бірінші 1-ді қоямыз ба? Бірінші жоғары шекті қоямыз қоя. Пиіміз бар. Минус қанша бар? 3 бөлінген 1. 1 бөлінген 3. 1 бөлінген 3. Азайту. Минус 1 бөлінген 1. 1 бөлінген 1. Дұрыс па? Қосылып кетеді. Мынау қосылып кетеді. Сол кезде минус 3-тен 1 плюс 1. Минус 3-тен 1 плюс 1 ма? Ал кеттік ары қарай. Қанша болады? 3-тен 1 бөлігі кетіп қалады да, қанша бөлігі қалады? 3-тен 2 бөлігі қалады. 3-тен 2 не болады? 2 болады. Ал өлшем бірлігі ше? Квадрат бірлігі. Квадрат бірлік болуға ма? Жоқ. Көлем болғандықтан куб бірлік болады. Куб ба? Куб бірлік болады. Мына кесенің көлемі, кесе тәріздес, яғни ыдыстың көлемі 2 пи бөлінген 3 куб бірлік болды.